Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздер комбинаторика және ықтималдықтар теориясының элементтер тақырыбындағы оқыту семинарына қош келдіңіздер. Осы тақырып аясында комбинаторика және ықтималдықтар теориясының негіздері формулаларын қолдана отырып есептерді шешуді қарастырамыз. Екінші дәрісіміз ықтималдықтар теориясының негіздері тақырыбына арналған. Ең алдымен анықтамадан бастайық. Ықтималдықтар теориясы кездейсоқтық әлемін зерттейтін және оларды болжауға тырысатын ғылым болып табылады. Бұл жерде біз оқиғалар және ықтималдықтар сияқты ұғымдарды кездестіреміз. Оларды өз кезегінде өзіндік қасиеттері мен амалдары бар. Біз олар туралы кейінірек айтатын боламыз. Оқиғалардың көптеген түрлері мен классификациялары бар. Біз негізгі төртеуіне тоқталамыз. Ақиқат оқиғалар. Міндетті түрде болатын оқиғалар. Егер сіз стаканды еденге лақтырсаңыз, онда ол 100% ықтималдықпен төменге түседі. Мүмкін емес оқиғалар. Бұлар ешқашан орындалмайтын оқиғалар. Егер сіз стаканды еденге лақтырсаңыз, ол ешқашан жоғарыға ұшпайды. Кездейсоқ оқиғалар. Болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін оқиғалар. Мысалы, ойын сүйегін лақтырған кезде 2 ұпай шығуы нақты шығады деп айта алмаймыз. Яғни бұл кездейсоқ оқиға болып табылады. Келесі үйлесімсіз оқиғалар. Бірін-бірі жоққа шығаратын оқиғалар. Мысалы, тиынды лақтырған кезде ол елтаңба жағымен де, сан жағымен де бір уақытта түсе алмайды. Сонымен А оқиғасының ықтималдығы деп тең мүмкіндік жағдайында m қолайлы нәтижелер санының n жалпы нәтижелер санына қатынасына айтады. Яғни PA тең m бөлінген n. Мұндағы m А оқиғасының қолайлы нәтижелер саны, ал n болса жалпы оқиғалар саны. Ықтималдықты анықтауға келесі тапсырманы қарастырайық. Тапсырма. Зауытта жиналған 1000 теледидардың 5-еуі ақаулы болып шықты. Сарапшы осы 1000 теледидардың ішінен кездейсоқ таңдалған теледидарды тексереді. Тексерілген теледидардың ақаулы болу ықтималдығын табыңыз. Шешімі. Теледидарды кездейсоқ таңдаған кезде жалпы 1000 нәтиже болуы мүмкін. Ал таңдалған теледидар ақаулы А оқиғасы 5 қолайлы нәтижеге ие. Енді ықтималдық анықтамасы бойынша PA тең m бөлінген n формула бойынша 5 бөлінген 1000, ол тең болады 0,5. Жауабы 0,5. А оқиғасына қарама-қарсы оқиғаны А сызықшамен белгілейді. Сынақ кезінде қарама-қарсы екі оқиғаның әрқашан дәл біреуі орын алады. Қарама-қарсы оқиғаның ықтималын анықтау үшін шешімі көрсетілген келесі тапсырманы ұсынамыз. Жаңа шарикті қаламның нашар жазуының немесе жазбауының ықтималдығы 0,119-ға тең болса, дүкендегі сатып алушы осындай бір қаламды таңдаған болса, бұл қаламның жақсы жазу ықтималдығын табыңыз. Шешімі, қаламның жақсы жазу ықтималдығы ол 1 алынған 0,119, ол тең болады 0,181. Яғни жауабымыз 0,181. Үйлесімсіз оқиғаларды біріктіру. Егер сынақ кезінде А оқиғасында да, Б оқиғасында да қолайлы нәтижелер болмаса, онда бұл екі оқиғаға үйлесімсіз оқиғалар деп атаймыз. Егер А және Б оқиғалар үйлесімсіз болса, онда оларды біріктіру ықтималдығы А және Б оқиғаларының ықтималдықтарының қосындысына тең. Яғни PA бірігу Б тең болады PA қосу PB. Үйлесімсіз оқиғаларды біріктіруге келесі тапсырманы қарастырайық. Тапсырма. Геометрия емтиханында оқушы жинақтан бір тапсырма алды. Бұл тапсырманың бұрыштар тақырыбындағы тапсырма болу ықтималдығы 0,1-ге тең, ал параллелограмм тақырыбында болу ықтималдығы 0,6-ға тең. Жинақта осы екі тақырыпқа бір мезгілде қатысты тапсырмалар жоқ екендігі белгілі болса, онда оқушының емтиханда осы екі тақырыптың біреуі бойынша тапсырма алу ықтималдығын табыңыз. Шешімі. Үйлесімсіз оқиғалардың жалпы ықтималдығы осы оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысына тең. Онда бізде P тең болады 0,6 қосылған 0,1 тең болады 0,7. Жауап 0,7. Енді тәуелсіз оқиғалардың қиылысуын қарастырайық. Егер А және Б оқиғалардың әр қайсының ықтималдықтары басқа оқиғаның пайда болуына немесе болмауына байланысты болмаса, бұл оқиғалар тәуелсіз деп аталады. Егер С оқиғасы А және Б оқиғаларының екеуі де орындалғанын білдірсе, онда С оқиғасы А және Б оқиғаларының қиылысуы деп аталады. Жазбаша С тең А қиылысу Б. Егер А және Б оқиғалары тәуелсіз болса, онда олардың қиылысу ықтималдығы осы оқиғалардың ықтималдықтарының көбейтіндісіне тең болады. PA қиылысу Б тең PA көбейту PB. Үйлесімді оқиғалардың ықтималдығының қосу формуласы PA бірігу Б тең PA қосу PB алынған PA қиылысу Б.
Тәуелсіз оқиғалардың қиылысына келесі тапсырманы ұсынамыз. Тапсырма: егер гроссмейстер А ақ түсті фигуралармен ойнаса, онда ол гроссмейстер Б-ны 0,52 ықтималдықпен жеңеді. Егер А гроссмейстер қара түсті фигурамен ойнаса, онда ол Б гроссмейстерді 0,3 ықтималдықпен жеңеді. А және Б гроссмейстерлер екі партияны ойнайды. Екінші партияда фигуралардың түсін өзгертеді. Онда А гроссмейстердің екі рет жеңіске жету ықтималдығын табыңыз. Шешімі: бірінші және екінші партияны жеңу мүмкіндігі бір-біріне тәуелді емес. Тәуелсіз оқиғалардың көбейтіндісінің ықтималдығы осы оқиғалардың ықтималдықтардың көбейтіндісіне тең. Яғни біздің жағдайда 0,152-ні көбейтеміз 0,3-ке, тең болады 0,156. Бұл жерде жауабымыз 0,156 болады. Үйлесімді оқиғалардың ықтималдығын қосу формуласы: ПА бірігу Б тең ПА қосу ПБ алынған ПА қиылысу Б. Осы формулаға бір тапсырма қарастырайық. Аквариумда 100 балық бар. Олардың 17-сі алтын балық, 4-еуі тілектерді орындайтыны белгілі. Және аквариумдағы тілектерді орындайтын алтын балық саны 3. Сатып алушы тілектерді орындайтын алтын балық сатып алғысы келеді. Ертегідей кездейсоқ таңдалған балықтың сатып алушының кем дегенде бір талабына сәйкес келу ықтималдығын табыңыз. Шешімі: екі оқиғаның кем дегенде біреуінің пайда болу ықтималдығы осы оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысынан олардың бір мезгілде пайда болу ықтималдығыны шегергенге тең болады. Яғни ПА қосу Б тең болады ПА қосу ПБ алынған ПА көбейту Б. Тең болады 100-ден 17 қосылған 100-ден 4 алынған 100-ден 3 тең болады 100-ден 18. Жауабымыз 0,118. Ықтималдықтар теориясының негіздері тақырыбы бойынша өз бетінше орындауға арналған келесі есептерді ұсынамыз. Бірінші тапсырма: батареяның ақаулы болу ықтималдығы 0,6-ға тең. Дүкенде сатып алушы осындай екі батареясы бар қаптаманы кездейсоқ таңдайды. Екі батареяның да ақаусыз болуының ықтималдығын табыңыз. Екінші тапсырма: сыныпта 16 оқушы бар. Олардың арасында Вадим мен Сергей дос. Оқушылар кездейсоқ түрде 4 топқа теңдей бөлінеді. Вадим мен Сергейдің бір топта болу ықтималдығын табыңыз. Үшінші тапсырма: бөлме 2 шырақты шаммен жарықтандырылады. Бір жыл ішінде шырақтың күйіп қалу ықтималдығы 0,3-ке тең. Бір жыл ішінде кем дегенде бір шырақтың күйіп кетпеу ықтималдығын табыңыз. Төртінші тапсырма: химия тестінде П оқушысының 8-ден астам есепті дұрыс шешу ықтималдығы 0,148-ге тең. 7-ден астам есепті дұрыс шешу ықтималдығы 0,154-ке тең. Оқушының дәл 8 есепті дұрыс шығару ықтималдығын табыңыз. Назарларыңызға рахмет.